Бүгін сіздерге жидек қосылған сүзбелі бәліштің жасалу жолын көрсететін боламын. Әдеттегідей ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін ұнымызға құмшекерді қосып араластырамыз. Одан кейін ванилин және де қамыр қопсытқышты салып, тағы да бір араластырамыз. Және де үстіне бөлме температурасында еріп тұрған сары майды салып, үгітілмелі қамыр жасаймыз. Одан кейін бір жұмыртқаны жарып қосып, араластырып аламыз. Ең соңынан суымызды қосып, қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды екіге бөлеміз. Біріншісін кішкентай, екіншісін үлкен етіп, және де екеуін екі бөлек салафанға салып, мұздатқышта қатырып аламыз. Енді сүзбелі салмамызды дайындаймыз. Ол үшін сүзбенің үстіне жұмыртқа, құмшекер, ұнтақ жармасын, ванилинді салып, барлығын блендермен езіп аламыз. Қамырымыз қатқаннан кейін үлкен бөлігін